Сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге үлпілдек панкейк жасайтын боламыз. Панкейкімізді жасамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Бір жасағаннан күшті болып шығады. Мінекей. Бізге керегі 2 жұмыртқа, екі ас қасық шекер, шекер ерігенше араластырдық. Енді менде 200 грамм сүт, жылы сүт. Енді бізде 200 грамм ұн, оны бөліп саламыз. Мен миксермен істеп жатырмын. Ыртық болмау үшін қасықпен немесе вилкамен істесеңіздер болады. Енді менде 40 грамм разогреватель. Менде осындай сұйықтық дайын болды. Енді осыған менде маргарин 50 грамм. Мінекей, менде осындай сұйықтық дайын болды. Қатты сұйық болмау керек, қою болмау керек. Табаны қыздырып алдым. Енді ас қасықта 1 ас қасық құямын. Баяу отта пісіреміз. Қазір күтсек, бетіне түйіршік пайда болады. Қараңыздар. Мінекей, бізде дайын болды.
Şimdi келесini құямыз. Дәл осындай қарқынмен барлығын пісіріп аламыз. Мінекей бізде пісті. Мінекей панкейкіміз дайын болды. Небары 2 жұмыртқадан осындай дәрежеде шығады. Таңғы асқа керемет болып шығады. Мінекей баршаңызға ас болсын.